Арма қазағым, бұл бейнеде мен Джеймс Барридің Питер Пен деген ертегі туралы айтып кеткім келеді. 20 ғасырда тұңғыш рет басылып жарық көрген Питер Пен ертегі әлгі уақытқа дейін танымалы болады. Бірақ сіз ойланып көрдіңіз ба, Питер Пен деген кім екенін? Питер Пен деген ол өзінің сол инфантилді болып жүргісі келетін, жауапкершілікке мойнына алғысы келмейтін жігіт болады. Оның қасында түрлі достары бар. Дин деген сияқты. Қазақтың досқа қатысты түрлі сөздері бар. Досыңды дұрыстап таңда деген сияқты. Досың жақсы болмаса, сенде бұзыласың деген мағынасы бар түрлі қазақтың сөзі бар. Сонда негізінде біз үңіліп қарасақ, Дин деген Питер Пеннің досы нашар болып шығады. Ал капитан Крюк деген ол кім болады, қандай кейіпкер болады? Негізінде бұл жерде дихотомия бар. Яғни Питер Пен сосын капитан Крюк деген бар. Питер Пен енді инфантилді жауапкершілікке мойны алғысы келмейтін кейіпкер болса, жігіт болса, ал капитан Крюк деген ол өте дөрекі, жаусыз, мейірімі жоқ ер азаматты сипаттайды. Яғни ер азаматқа жақсы болу үшін ол Питер Пен мен жаңағы капитан Крюктің бір орта жеріндегі орынды тауып сөйтіп не қылу керек. Өкінішке орай, мына Джеймс Барри ол өзінің елінде болып жатқан индустриализация қоғамға, Ұлыбританияның қоғамына қандай әсер беріп жатқанын біле тұра осы Питер Пенді жазған. Ол индустриализация ер азаматтың мінезіне әсер беріп жатқанын байқаған. Яғни инфантилді мінезге ер азаматтарды итеріп жатқанын байқаған. Бізде қазірде осы 21 ғасырды Питер Пеннің дәуірі деп айтсақ болады. Питер Пен мен капитан Крюктің дәуірінде біз өмір сүріп жатырмыз. Осы менің сіздерге ұсынысым, Питер Пенді бір рет оқып шығыңыздар. Үлкен көзбен, ол жай ғана балаларға арналған ертегі емес. Ол жерде үлкен символизм бар. Аман болыңыздар.